Бірнеше ай бұрын дәріс оқитын әріптесімнің бірімен түскі ас іштім. Екеуміз жұмыстың тығыздығына қарамастан жинақы, бір қалыпты әрі сабырлы болу үшін не істеу керегін талқылап отырғанымызда, ол маған: Робин, көп адам тілегін айтып, тәубесіне келу үшін шіркеуге немесе ғибадатханаға барады. Мен олар сияқты емеспін. Менің ғибадатханам спортзал, деді. Ол қанша жерден жұмысы көп болса да, кешкі сағат 5:30-да кеңсесін жауып спортзалға тәу етуге барып, бірнеше миль жүгіреді екен. Оның денсаулығын күтуге және бақытты болуға арнайтын осы бір уақытын ешкім тартып ала алмайды. Досымның айтқанын естігенде алғашқы тағы бір түйген ойым: өмірді мәнді ету үшін тәнімізді рухымыздың ордасы деп қабылдауымыз керек. Күнделікті жаттығу жасасаң, тек денсаулығың жақсарып қоймайды, ойлау қабілетің артып, шығармашылығың тасып, төзімің шыңдала түседі. Ғалымдардың зерттеуіне сәйкес, жаттығулар өмірді ұзартып қана қоймай, мағыналы болуына да ықпал етеді екен. Гарвард университетінің 18.000 түлегі арасында жүргізілген зерттеулерге сүйенсек, 1 сағаттық жаттығу қатысушылардың өмірін 3 сағатқа ұзартатын болып шықты. Салауатты өмір сүру үшін дене жаттығумен айналысқан жөн. Демек, жаттығу жасауға уақыт таппасаң, сол уақытың ауруға кетеді дегені естен шығармау керек. Мысалы, мен аптасына 5 рет жүзуге барамын деп мақсат қойдым. Бассейннен шыққанда күш қуатының қалай таситынын сөзбен жеткізе алмайсың. Әрине, апта сайын жүзуге үзбей барып жүрсем жақсы болар еді. Осындай тамаша мақсатқа бет бұрудың өзі өмір сапасын арттырып, салауатты өмір сүру керегін есіме салып тұрады. Бассейнде жүзген сайын өзімді сергек, сабырлы және бақытты сезінемін. Спорттық жаттығуларда ерекше шынайы сезім сыйлайды. 40 минут жүзгеннен кейін бұрын алынбас қамалдай көрінген кедергілер түкке тұрмайтынын түсінемін. Уайымым сиреп, өмірге деген құлшынысым артады. Рухымның таңғажайып ордасы барын ойлап, өмірдің мәні ең қарапайым дүниеде екен тағы бір мәрте есіме аламын.